Менің есімім Гүлназ, және мен қазір өзім блогым жүргізіп жатырмын деп айтуға ұяламын. Жалпы бұл видеода мен ойларыммен бөліскім келіп тұр мына кітап бойынша. «Хрупкие люди» деп аталады. Автор Юлия Перумова, психотерапевт, психоблогер написано еще. Вообще книга, обложка даже жазылған бойынша, почему нарциссизм это не порок, а особенность, с которой можно научиться жить. Вообще нарциссизм деген нарцисс, бұл сөздің бәрі біздің ойымызда кішкене бір басқа мағынаны береді да. Мен өзім де солай ойлап жүрдім. Қалай да, менің ойымша бұрынғыда нарцисс деген кім? Ол өзін қинап істеткізетіндей, өзін в общем, қиын жағдайда қалдырып, өзіне ешқандай жанашырлығы жоқ деген сияқты сондай бір түсініксіз. Мен үшін негізі бұл сөз соңына дейін бір мағынасы ашылмаған. Мен ол сөз в целом қолданбайтынмын, сол үшін оның мағынасында қатты тереңдеп үңіліп көрмегенмін. Но осы кітап арқылы түсіне бастадым. Осы жерде түсіндіреді, что бұл әр адамның бойында бар зат, әр адамның бойында бар күмәндар, әр адамның бойында бар ойлар, және әртүрлі деңгейде. Біреуде ол өте қатты көрінген, біреуде ол өте басымырақ, біреу онымен өмір сүріп үйренген, біреу енді ғана үйреніп жатыр деген сияқты. Және де бұл жерде көп жағдайда өзімді тани бастадым. Бір болады ғой, енді бір ситуациялар сен өзің түсінбейсің, не сезініп тұрсың, олай болу керек па, болмау керек па, жоқ әлде кішкене адасып кеттім ба. Менде енді өте көп сомнениялар болды, особенно соңғы 3 айда. Мен өзімді әбден жоғалтып бітірдім. Бұны енді айтып түсінікті сияқты. Мен басқа қалаға көшіп кеттім, одан кейін қайтып келдім, жұмысымды ауыстырмақшы болдым, мүлдем басқа сфераға, басқа графикпен, в целом ортамды ауыстыруға тырыстым деп айтайын, то есть бұның бәрі бір не дұрыс болды, не қате болды деп айтқым келмейді, бұның бәрі опыт болды. Мен өзім үшін түсіндім, ешқашан графикпен офиста біреудің компаниясында жұмыс істей алмайтынымды. Бір жағынан тағы бір опыт переездбен. Мен енді Алматыдан жалпы көше алмаймын деп айта алмаймын, бірақ та ол переездің қателігі немесе маған жарамағандығы ол сәтсіз уақытта болғаны деп ойлаймын, және маған ол нәрсе керек болмаған ол сәтте. В целом қыз өзі андай қылып көрсетті да, өзін барынша, білмеймін, бәрімізде енді кризис демесем де depression vibe көп жағдайда, жаңа жылдан кейін, тем более, когда многие сенің знакомыйларын бүйтіп шетел асып жатқанда, мүмкін да тоже кішкене депрессион болмаса да, неге мен емес деген сияқты ойлар болады. И білмеймін, мен оны прям осознанно ол нәрсені ойламасам да, наверное, подсознание, да, как-то это все состояниеға влияло, короче. И вот, кітапқа оралайық. «Хрупкие люди». Мен бұл жерден біраз ойлар алып шықтым. Мен негізі әлі бітірген жоқпын кітапты, визуально көрсете аламын. Примерно мына жағын оқыдым, мына жағы қалды деп айтуға болады. Но уже мне очень нравится қалай жеткізі келгені в целом. Мысалы, осы қазір ғана неғып мен видео түсірем деп шештім аяқ астынан. Өйткені мына жерде жақсы бір сөздер айтылғанда насчет гордости, насчет өзіміздің басымызда құралған бір геройлар туралы, персонаж туралы, что кейбір жағдайда бұл жерде енді терминологиялар бар, нарциссизмнің неше түрлері, дифференцированный нарциссизм деген сияқты. Мен оны қазір түсіндіретін деңгейде жаттап түсініп бүйтіп ұғынған жоқпын әлі. Бірақ та айтатыным, менің байқағаным, өзіне тым көп внимание кетіп қалған кезде, то есть сен, мысалы, мында айтылған, этот человек, про нарциссизм, да, говорится, не хочет, чтобы он был обычным. Типа, для него самый большой страх — это оказаться обычным деген сияқты. И признаться себе, что ты просто обыкновенный человек, один из многих, оказывается, сложно. А для нарциссической личности вовсе невыносимо. То есть и притчаны тоже мысалға келтіреді, жаңағыдай аққу мен уточка дейді, мысалы, лебедь и уточка.
біреу жақсы, біреу жаман, біреу әдемі емес, біреу мықты, біреу слабее деген сияқты салыстырулар бұл жерде орынсыз. Себебі бұл екі түрлі жануар, екі түрлі табиғаттың әркімде өзінің орны бар. Біреу ұшады, біреу ұшпайды деген сияқты. Біреу осындай жерде өмір сүруге жаралған, біреу мынандай жерде өмір сүруге жаралған деген сияқты. Және адамдарда ол граница стирается, потому что біз қалай үйрендік, да, бізге бәрі айтады, сен бәрі қолынан келеді, сен олар сияқты, сен еш жерің кем емес, сен анау былай істелса сен де олай істей аласың. Оның бәрі дұрыс, бірақ в каком-то плане нужно тоже остановиться и реальность осознать, что сен мысалы өзіңді, мұнда да айтылған, инстаграмдағы адамдармен салыстыруға келетіндей емессің. Себебі сенің жасың бөлек, контекст басқа, сен өмір сүріп жатқан жер басқа, сен өскен ортаң басқа, сен отбасың, сенің жағдайың бәрі, оның бәрін мойындау керек. Ол жаман деген сөз емес, ол төмен жоғары деген сөз емес. Және бұл жерде упражнениялар беріледі, упражнениялар, ключ к упражнению, то есть чтобы полностью понять и бұл нәрсемен қалай жұмыс істеу керек деген сияқты. Осы жерде оқып бере салайын. Пожалуйста, поразмышляйте. Вы хотите быть собой, жить свою жизнь, или все время пытаетесь втиснуть в требованиях к себе образы самых великих людей планеты и звезд Инстаграма? И какие у вас для этого есть основания в реальности? Вот. Я вовсе не хочу обесценивать ваши способности и мечты, просто очень важно реалистично подойти к оценке некоторых обстоятельств с точки зрения наличия у вас ресурсов, образования, возраста, денег, времени и так далее. Например, имеется ли у вас достаточный опыт и денег сейчас, чтобы обладать теми же доходами, как раскрученный суперпартнер, супертренер? Скорее всего, нет. Так почему же вы прямо сейчас требуете от себя таких же успехов и нападаете за то, что у вас не получается быть как они? То есть түсінесіздер ма, бұл жерде реально бір үлкен бір проблема жатқан сияқты. Себебі көп жағдайда мен өзім айтайын, да, признаюсь, в последнее время я застыла, я как будто бы вот өзім ойлап тапқан түрмен ішінде сияқты сезінем. Себебі ешкім маған бүйтіп отырып айтқан жоқ, сен осындай там неге, не знаю, қандай пример келтірсем болады. То есть ешкім мені қинап жатқан жоқ, осылай жұмыс істе, осындай тұр, осылай істе. То есть бүйт сөйт деп басымнан төніп тұрған ешкім жоқ негізінде, бірақ мен өзімді өзім жеп тастадым, да, тем, что я не такая, не сякая, и не это не то деген сияқты. То есть өзімнің бір ойлап тапқан, то есть мен басында я должна, типа, и спортом уже капец как заниматься, и там здоровье мынандай, и там финансовый жағдай мынандай деген сияқты. В целом өзіме нереалистичный целдер қойып тастағам, нереалистичный пландар, и какой-то вот өзімді как будто бір уже 30 жастағы әйелдердің қолдарынан келмей жатыр деп айтайын ба, қалай айтам, как бы люди, я старалась приравнивать себя к людям, которые только начали этого всего добиваться к 30, к 40 годам, да, и соларға қарап мен өзімді, сен әлі ондай емессің, сен бүйтпедің, сөйтпедің деп, в общем, жей бердім, и сол жегеннен ешқайыққа жетпедім. Сол себепті білмеймін, бұл видео кімге керек болды екен, бірақ сондай импульс пайда болды бөлісуге, айтуға, жалпы қорытындылап өз ойымды, просто сондай импульс. И я верю, что егер сондай бір құлшыныс пайда болса, демек ол арғы бетте біреуге пайдасы келеді және біреуге керек болған деп ойлаймын, пайдалы болады деп. Мен қазір 23-темін және мен Алматыда тұрамын. То есть осындай реалистичный какой-то мен үшін негізінде банальный факттар, да, то, что обесценивается. Мына жерде ол туралы айтылған. Негізі өте көп тақырыптар қозғалған. Ол жердің әр тақырыбына қозғалып, кәдімгідей есіме түсіретін заттар көп екенін түсіндім. Жаңа да осыны оқып жатып, бұл жерде айтылған ғой, жаңа сен әрбір күшті деген, ең деген адамдарға қарап, солар сияқты болғың келеді. То есть біреу емес, бір жұлдызға қарап емес, барлық жұлдыздар сияқты болғың келеді дейді да. И ол мүмкін емес екенін мойындағың келмейді дейді. И сол жерден оқып жатып, мен есіме түсті, маған мамам туысқандардың арасында отырған кезде күліп сөйтіп айтатын,
бір жағдайда мен садикке барып жүрген кезде мама всегда жаловаться етеді екен, типа неге мен ана балалар сияқты там өлең айта алмаймын, неге мен ана өлеңді жатқа білмеймін деп. А ол айтатын, мен көрсеткен балалар, олар менен группа выше, то есть там же садикте тоже есть группы, білмеймін мен ол кезде нешедемін енді, мүмкін 4-демін ба, өйткені мен 5-демін ба, мүмкін 4-те шығармын. Және сол 5 жасар балалардың уже өлең айтып, там тақпақ айтып жатқандарына қарап айтады екен, мен неғып былай айта алмаймын деп жылайды екен. Сол сияқты, сол есіме түсті, өзінің жасына қарамай, уақытына қарамай қатты секіріп, соған бұлданып. Ал қазір сол көрініс әлі жалғасып жатыр екен, бірақ басқа деңгейде, иә. Және мен мамама емес, өзіме өзім айтып, кішкене обесценивать етіп жүрмін, соны мойындаймын. Вот. Бұл жерде про страх самозванца тоже, синдром самозванца деген туралы да айтып кеткен. В целом мен қазір өзімді, білмеймін, 2-3 жыл бұрынғы өзімді есіме салсам, сол кездегідей болғым келеді, шынымды айтсам. Сол кезде бір андай зеленый болып, бәрі маған қызық болатын. И білмеймін, артық сұрақтарсыз просто барып істей беретін, түсінбесем де там разберемся деп барып істей беретін да, мысалы. И қазір ол нәрсе менде кішкене жоғалған сияқты, мен қатты уайымдай бастадым, неге жоқ, там все должно быть так, сяк деген сияқты. И какой-то вот бір результатқа көп бір міндет қалай айтады, как бы ответственность алып алдым да, көп жауапкершілік алып алдым. Осы нәрсе осылай болмаса, демек бұл менің кінәм. Бүгін там жұмыс жүрмесе, демек менің кінәм деген сияқты. Кеше арғы күні мысалы менде қатты ауырып қалдым. Қатты емес негізінде, просто бірнеше заттар бір күнге бір сәтке түсіп қалды. Там мен тренировкадан кейін аяғым жүргізбеді, ол енді как бы нормальная вещь, которую можно вытерпеть, но в тот же день менде етек кір басталды, одан кейін сол күні менде тамағым ауырып, температура титтім, одан кейін аузым ойылып қалды, короче, соның бәрі бір еще маған жол жүру керек болды, одан кейін қарным ашты, сөйтіп настроением барған сайын түсіп, одан кейін кеш батқанша мен особо пландаған жұмыстарымды бітіре алмадым, қалаған заттарымнан бара алмадым. И сол состояниядың өзінде де өзімді жеп үлгердім да, что вот из-за тебя мен осыны істемен деген сияқты. И просто какой-то момент еске түсіру керек, что біз жай ғана адамбыз, мен жай ғана адаммын, и бәрі менің қолымда емес. Және бір нәтиженің өзі де барлық жағдайда менің қолымнан емес. Мен тырысамын, әрине, бар қолымнан келгенше заттарды жасаймын, бергенімше беремін, жасағанымша жасаймын. Бірақ адам болғаннан кейін бізде ресурс бар, уақыт бар, күш бар, состояние бар. И соның барлығы осы нәрсеге алып келеді. Бірақ іште болып жатқан осындай бір күрес, сен бүйтпедің, сөйтпедің, оны қалай тоқтату керек, мен әлі түсінбедім, шынымды айтсам. Күнде благодарность, мысли, дневник, там барлық айтылған техникаларды қолдануға тырысудамын, қолданып жүрмін уже ұзақ уақыт бойы. Мүмкін мен бір нәрсені бір жерде дұрыс емес енді, мүмкін жасап жатсам да кішкене, может, түсінік кірмеді ма, білмеймін. Но я все время иду к этому. Все время иду к тому, чтобы чувство, состояние, өзімді жақсы сезіну үшін тағы не істей алам деген сұрақпен өзімді жұмысым барлығы соған байланысты негізінде. Боксқа қатысып жүргенім, ол менің денсаулығымның деңгейі да. Қандай тамақ ішетінім, ол да менің денсаулығым деңгейі. Кімдермен араласам, қалай сөйлесем, не оқимын, қандай кітап, не көрем, не жазам, бұның барлығы менің состоянием әсер ететін заттар. Және соны зерттеумен ағалек болып жатырмын негізінде. И қаншалықты ерте осы нәрсені түсініп, ерте осы нәрсеге келгенде, соншалықты өмірді жеңілдетуге болады дегенге сенемін. Менде көп жағдайда андай болады, мен кітапты оқимын да, кейін оқып бітірсем де, мысалы да, ол туралы прям все время ойламаймын. То есть андай емес, типа мен қазынан оқыдым, и все, весь день сол туралы ойлап, потом инсайттар келеді деген сияқты жоқ. Чаще всего мен ол кітапты оқимын, жауам, басқа кітапқа көшемін, сөйтіп жүрген кезде
алдыңғы оқыған кітаптың ең сайты келіп жатады мысалы. Сол сияқты өзінің темпімен әр нәрсенің түсінігі жетеді деген ойдамын, және очень-очень сильно верю и хочу, чтобы все это было не зря. Вот. Рахмет маған жазғандарыңызға. Көп адамдар мені күтіп, өзім ұяламын, жаман ұяламын. Инстаграмға жазып, қашан видео болады, подкаст қашан болады, мен өте күтемін деп, сол бір адамдарға арнап өте, енді мен андай өзімді қинап осылай сұрады екен деп жаза алмаймын, себебі мен айтарым да жоқ ондай сәтте. Өзім состояниемді, онша емес болған кезде не туралы айтамын да, мен өзімді жеген кезде сіздерді де өйтіп қинап сол состояние кіргізіп жібергім келмейді да. Сол себепті өзімнің жақсы осындай бір көңіл күйде уақытта отырғанына қатты қуанып отырмын. И в целом очень надеюсь, что так будет почаще, если я выхожу, егер мен осылай жиі шығып сөйлесіп байланыста болсам, демек бұл менде бәрі жақсы деген сөз. Және ол сіздердің арқаларыңызда. Рахмет. Сау болыңыздар.